Дулат Исабеков, Қара шаңырақ. Шөмішбай қарт орнынан тұрып дәретін алды. Намазын оқып болып, үйден қозы көш жердегі қауындыққа беттеді. Шелектей ақ торламалар мәнтінен үзіліп арық ішінде домаланып жатыр екен. Бес-алты басып алдыны ит жеп, жегенімен қоймай пәйкелді шошқа аунағандай майқамдап тастапты. Қарт күйіп кетті. Ит жесін деп еткен екем ғой бұларды. Қап шошқаның итті-ай. Ана сүмелек есір кепке мылтыға кеп бер деп, Құдайдың зарын қылғаным қашан? Мәкіл көке деп кетіп еді. Мылтыға келмек түгіл қарасында көрсетпепті ғой. Обалдағай. Ол майқамдалған пәлектерді жөндеп, итчеп кеткен қауындарды анадайда ағып жатқан арыққа лақтырды. Домаланған ақ торламаларды бір жерге үйіп болып, қырбасынан қылтиып көрінген күнге қарап белбеуінің ұшымен бетінің терін сүртті. Тері басылып, денесі салқындаған соң құлақ арықтағы сылдырап ағып жатқан мөп-мөлдір мұздай сумен бетін жуды. Сонан кейін қауындық басына кешкілік арқандап кеткен көкесекке тоқым салып, айылын тартты да, қауын толы екі қапты қоржын етіп артып, иесінің тым ерте әбігерге салғанына наразылық білдіргендей басын төмен салбыратып, әлі салмарқау тұрған есекті «Ықы, арам қатқыр!» деп су арқанның ұшымен тартып жіберді. Иесінің әлденеге ашулы тұрғанын біле қалған әккі есек бірден сергіп, тыйпыңдап жорғасына басып, үйренген жолдың шаңын будақтата үйге тартты. Есік алдындағы үлкен шайлы астында 3-4 немересі пырылдап ұйықтап жатыр. Кең төсекте аунай әр қайсысы әр тұсқа шашылып қапты. Анау басы төсектің аяқ жағына қарап қалғаны үлкен баласы Жарылғаптың ортаншылы. Аламысықты құшақтап ұйықтап жатқаны Мүсіркептің кенже қызы. Ал бергі шетте жастығын аяғына жастап жатқаны Ордабастағы жиен қыз. Үлкені 6-да, ең кішісі 2-де. Бұлардың арқасында арыстағы Есіркептің ғана баласы жоқ. Көктемде барып кішкентайларын алып қайтпақ болғанда баласы: «Әлі тым жас қой көке, сәл буыны қатайсын, сонан соң өзім апарып тастаймын» деп күмілжіген. Келінде пәленде ниет білдіре қоймады. Шөмішбай қарт ызаға булығып күйіп қайтты. Ойбай-ау, бұ жамандарға бала не керек? Өздерінің жүрісі анау аттың жемін жеп, тайдың тірлігін істейді. Күні бойы екеуі екі жақта сөйтіп жүріп балаларын қимайтынын қайтерсің? Ой жамандар, күшіктер, кеше ғана еді ғой мұрындарының тыйылғаны, бүгінге бала керек боп қапты. Енді міне, осындағы 3 немересін көңілге тоқсанамай, 2 пұт ұн мен 2 қап қауынды есек арбасына тиеп ап, Шөмішбай қарт арыстағы Есіркептің үйіне күн бақан бойы көтеріле бергенде шу деп жүріп кетті. Ауғауқ, ықы деп қойып, арба үстінде үнсіз келеді. Осы иттер әке-шешеміз барау деп ойламайды ғой деймін. Әйтпесе, қалайсыңдар деп сүт пісірімге келіп кетсе де қайтеді шіркіндер. Бір-екі қадақ қанты мен үнді шайларының тіпті мылтықтарының да керек жоқ жүдә. Өздері көрініп кетсе нетеді? Қауын қарбыздың сас боп пісіп, ит жегеннен қалған шіріп жатса анау. Осылар келеді, осылар жейді, осылар рахатын көреді деп көктемнің көк өзегінде бүгілген белді бір жазбай ертеден қара кешке дейін төккен терімнің бекер болғаны ма? Келеді деп күнде тосамыз, дарбазаны жел сықырластса да, сендердің біреулерің екен деп елең ете түсеміз. Әр қайсысы әр жақта, сонда жұрттан асып, ел сұрап бара жатқандары да шамалы. Бірі Шымкентте, бірдеңе деген зауытта, бірі Сайрамда, қыз болса Ордабасыда, ал Есіркеп Арыста. Ай, осы Есіркеп адам болса да әупірім теңімен әрең адам болды-ау. Бешеріне оқып 10 класс бітіремін деп жүрсі анау. Ол иттің күшігіне оқы деп Құдайдың зарын қылып ем, тыңдамады.
Техникумге түсем деп қағаздарын алып Шымкент тақиясына тар келгенде Алматы асып кетті. О жақ мұны қайтсын? Әйдә, жөндеу болып кел деп қайтарып та жіберді. Күн көрістей ме, бірдеңесінен өте алмадым деп жуып шаяттағы. Енді әне 2 жыл селтеңдеп жүріп ауылда 4 дөңгелек құрып қалғандай арыста мәшине айдап жүр. Үлгер алмай қалатындай үйленіп алғанын қайтерсің о әжіне? Енді кеп келін екеуі қабаттасып 10 класс тауыспақ. Күндіз дарымаған оқу түнде дариды деп жүрмекен түге. Ал ана қаршадай баланың тірі жетім боп жүрсе анау. Әрбір қолы бос кемпірдің босағасын сақалап. О, Алла, өстіп та бала өсірмек болар. Алып кетем десем қимайды дағы. Ойбай нақұрыстар-ау, 8 ай толмаған баланың қарны ашпай ма, жаялығы бұлғанбай ма, жылай-жылай шеге қатпай ма? Қанша айтқанмен біреудің аты біреу. Өздерінің қайтып өскендерін ойласа қайтеді. Осы күні аспаннан салбырап түсе қалдық деп жүрмекен? Арысқа түс ауа жетті. Күн жексенбеді. Балалары үйде екен. Есік алдына тоқтаған арбаны көріп, есіркеп майкасымен далаға жүгіре шықты. Зеркүл, көкем келді, көкем! Деп айғайлап жіберді де әкесін құшақтай алды. Аулақ! Деп Шөмішбай баласының қолын сілкіп тастады. Немене, жас бала ұқсап? Әлі есің кірмеген бе? Көке, не болды? Не болғанын қайтесің? Сендер жатыңдар, қаннен қаперсің, мен жүрейін шілденің күнде шырылдап. Бар анау арбаны шығарып, есекті көлеңкеге байла да үстіндегілерін түсіріп ал. Есіркеп тілге келмей лып беріп далаға шығып кетті. Әкесінің ашулы екенін түсіне қойды. Осы кезде іштен келіні де шығып, атасының жүзіне қарай алмай күлімсіреп ұяла сәлем берді. Бәрі келді, өмірлі бол балам. Ана немелерің қайда? Үйде ұйықтап жатыр. Бесікте ме, жерде ме? Жоқ, деп келіні күлімсіреп. Бесік қайдан болсын? Детский кроват сатып алғанбыз, сонда жатыр. Бесік неге алмайсыңдар? Келіні сөз таппағандай мүдіріп қалды да, ата, үйге кіріңізші деді. Кірем, енді далада қайтады ғой деп бедіңдер. Шөмішбай қарт етігін дәлізге шешіп тастап, есіркептің жеңіл тапычқысын аяғына сұға салды да ішке енді. Төрдегі салулы көрпеге жантая бергенде есіркеп те кіріп келді. Көке, сіз демала беріңіз, біз тамақ дайындап жіберейік. Қазан аяқта сенің жұмысың қанша? Отыр шошаңдамай былай. Әңгіме айтпай ма екен адам деген? Есіркеп болмас дегенде бір күлімсіреп әкесінің қасына отырды. Еттерің бар ма үйде, әлде ас қатықсыз отырсыңдар ма? Бар ғой. Зергүлдің танысы ет комбинатта істейді, содан ап тұрамыз. Әкесі мырс етті. Сөйтеміз де. Жөн, үшеуіңе деп бір тоқты байлап отыр едім. Үйтіп әбіржіп қайтесіз деп баласы әкесінің сөзін бөліп жіберді. Онан да екеуіңізге жарата беріңіздер, біз өз күнімізді өзіміз көреміз ғой. О, кешше деді ішінен Шөмішбай. Кешше болмасаң осылай дермедің. Өз күнімізді өзіміз көреміз ғой. Мен сонда кім үшін тұрғынып жүрмін? Жинаған дүниенің рахатын сендер көрмегенде, о дүниеге өзімен бірге ала кетем бе? Мына малғынның сөзін қарашай. О, әжене, көсіліп жатсаң сирағың сыртқа шығатын, құрқылтайдың ұясындай тамды отырып, өз күндерін өздері көрікшақ. Қартайғанда оқып, ояз боламын деп жүрмекен, одан да жұрт қатарлы баспана салып алмай ма түге? Ауылдағы жесір кемпірдің тұңғышбай тентегі құрлы жоқ па? Ертең күн суытса, ана баланы ауыртып өлтіреді бұлар. Айтпады деме. Бірақ бұл немелер жаз өтіп қыс келерін ойлады дейсің бе? Әлеулеймен жүре береміз деп отыр ғой өстіп. Қыста қайтесіңдер? Осы тамда отыра бермексіңдер ме? Білмеймін. Баздың директоры 2 бөлмелі үй салып беремін деп жүр ғой. Ал ана баланы қайтпексіңдер? Өстіп көрінген үйге тастап кете бермексіңдер ме? Жоға, келешекте балабақшаға орналастырамыз. Не дейді?
Шөмішбайдың қолынан кесесі түсіп кетеді. Үшеуі де үнсіз. Дастархан үстіне төгілген күрең шай сай-сайды қуалай ағып, төменде отырған Есіркептің алдындағы бір үзім нанға жетті де үйіріліп тоқтады. Маналы бері дастарханды торуылдап жүрген 3-4 қара шыбынның бірі Шөмішбайдың алдындағы төгілген шайға тұмсығын тигізіп сәл кідірді де, ат құмырсқадай жорғалап саусағына өрмеледі. Одан да көңіл толмаған соң бір ұшы түстелген қантқа қонып, іздеген енді тапқандай қадала қалды. Әлгі бір әңгіме кезінде мүлде естілмеген кішкене ақ самауырынның гүжілі күшейе түсіпті. Шөмішбай қарт орнынан тұрып, аспан айналып жерге түссе де тастамайтын терсінген күпәйкесін киді. Қалтасынан шақшасын алып, көк насыбайдың бір шымшымын тілінің астына ызалана тастап жіберді де ауыз үйге шықты. Терісіне сыймай барады. Әкесінің шынымен кетуге жиналғанын сезген Есіркеп қалбалақтай шығып, оны тоқтатпақ ниетімен «Көке!» деп жасқана үн қатып көріп еді. «Өшір үніңді!» деп шөмекең ақырып қалды. Есіркеп әкесін тоқтатар ешқандай күш жоқ екенін білді. Ұзақ жолдан шаршап келіп, көлеңкеге жеттім бе, жетпедім бе деп құлағын салбыратып енді ғана мүлги бастаған көкесек иесінің «Ықы, арам қатқыр!» деген оқыс үнінен елең етіп, басын көтеріп алды. Денесін балбыратқан рахат бір тыныштық лезде ғайып болып, қас пен көздің арасында басына ноқта, мойнына қамыт түсіп, келесі бір сәтте өзіне әбден таныс болған, өзін әбден ығыр етіп, зықын шығарыпқан шиқылдақ арбаны ыстық күнде еріне сүйретіп, қала сыртына қарай қиыршық жолмен аяңдап бара жатты. Үйге екінді де жетті. Дарбазаны ашып ішке кіре бергенде үш немересі мен кемпірі алдынан жүгіре шықты. «Әй, тез қайтып қапсың ғой, шалау. Күн салқындағанда шықсаң қайтетін еді, ана бала ыстықтан өлмеші болды ғой. Жоғалар мен ербең демей, бала жанын қарай көр өзінің. Бірдеңенің салқын тиген бе өзің, Тоқтат арбаңды. Баланы қаппен жауып қойған бе мынау?» Кемпірі арба үстіндегі қапшықтарды қолмен басып қалғанда, есегіне де бала шыққанмен желінбей қайтып келген бір бау жоңышқаны ұстай алып, ыршып түсті. «Көтек, мынау несей? Қуатжан қайда?» «Қуатжан, жан деп қапты ғой маған бар. Қайда болушы еді? Қалды сонда. Сені мен мені адам деп жүр дейсің болар? Самауырыңа от сал, таңдайым көп кел». «Ата, маған паровоз әкелдің бе?» деді үлкен ұлының баласы мұрын тартып қойып. «Қайдағы паровоз саған? Өзім паровоз боп әрең жеттім. Сүрт ана мұрныңды. Өй, әкесің бағанан жық неме». Шөмішбайдың ашулы екенін біліп, кемпірі де немерелері де жым болды. «Шіркіндер-ай, шынымен бермей қалғандарыма балаларын?» деді Салиха іштей самауырынға от жағып жүріп. Әлде мына шал үйтпейсіңдер, бүйтпейсіңдер деп таптай берген соң, келін бірдеңе деп қалды ма екен? Есіркеп жанның бөтеміне жоқ сияқты ғой. Қарғадай баланы анда-мұнда сүйрелеп жүріп ауруға шалдықтырады-ау. Ой-бу, жамандар-ай, өздері келмек түгілі бір жапырақ жаман немерелеріне зар қылды-ау. Салиханың көзіне жас мөлтілеп шыға келді де, онысын байқатпауға тырысып, онсыз да жанып келе жатқан самауырынды үргілей берді. Олар шай үстінде тырс етіп сөйлескен жоқ. Күн батып, саңы сөне бастағанда бәрі төсек салып жатып қалды. Күндегідей далаға емес, үйге жатты. Кемпір де, шалы да ұйқысыз. «Балалар ұйықтап қалды ма?» деді сәлден соң Шөмішбай. «Иә, иттің күшіктерін ертең үйіне апарып тастаймын, барсын. Керегі болса, не қыл деген екенсің солардың? Отырайық сонсын қу бас боп. Қарай көр бұларды. Әжене, мұрынның боғын сүрт алмай жүріп». «Не болды, шалау? Айтсаңшы жөндеп. Саған бірдеңе дедім олар?» «Деді. Демесе, жекен саяқтың салқын тиді дейсің бе? Өз күнімізді өзіміз көреміз дейді. Бірдеңе деген жерден ет алып тұратын көрінеді. Ол аз болса, қуатты балабақшаға тапсырғалы отыр.
Әне, енді сен екеуміздің оларға керегіміз де жоқ. Атам өлсе қойылар, атан өлсе сойылар. Көңілі түссе келіп, көңілі түспесе жылына есігінен бір сығаламай жүре береді сөйтіп. О, тоба, бәрі бет-бетімен. Жас болса кеп қалды. Ауырмаймыз ба, сырқамаймыз ба? Сайтан емеспіз ғой түге. Осы екеуі қалай деп өздері хабар алуды да білмейді. Әсіресе ана Есіркеп. Біздің өліп қалғанымызды бір-ақ естет. Бүгінгі қылығы мынау. Ойбай ақмағау, балабақшадан кем болғанымыз ба сонда? Түнеу күні барғанымызда балабақшада бала таза болады, уақытылы ұйықтап, уақытылы тамақ ішеді деп ыржаңдап отыр еді. Бұл иттің сонысы ойын екен десем шын екен ғой. Ал екеуінің отбасының қызығын көрмей жүрістері әлгі мұрындарына май құйсаң да адам болмас. Қойшы, қайдағын айтпай. Жылама, неменесіне жылайсың? Қой деп араға түсіп соларды бетімен жіберген өзіңнен көр. Келін жұмсайым, аяғымды жылы суға малып отырам деуші едің. Отыр енді қарық боп. Қайт дейсің енді? Мейлі де, мына немелер өскен соң болмаса. Атаңның басы, әкелері көрсетпеген жақсылықты осылар көрсетеді деп отсың ба? Кетеді ертең ақ тұс-тұсқа. Шеуа деп тұрсын. Әтештер шақыра бастады. Шөмішбайдың есіне қауыны түсті. Ит жеп жатыр-ау? Мейлі, ит жемесе шошқа жесін. Аударылып түсіп, теріс қарап жатты. Кемпірінің иығы бүлік-бүлік етеді. Қой деп зекіген жоқ. Қой дегенмен бәрібір қоймайды. Бір кезде сырттан машина дүр еткендей болды. Екеуі де демдерін ішіне тартып тына қалды. Дүріл бұрынғысынан да күшейіп, ышқынып барып басылды да есігінің сарт етіп жабылған естілді. Біреу келді ғой деймін, деді Салиха басын көтеріп. Сөйтті-ау дейм. Аузы жиғанша болған жоқ, терезең тықылдаған естілді. Көке, жатып қалғансыңдар ма? О, даусыңнан айналдым сенің. Саңқ ете түскен. Есіркеп жан ғой мынау. Салиха жей құстай ұшып барып есікті ашты да баласының мойнынан құшақтап кетіп, шаң-шаң бетінен алма-кезек сүйе берді. Күнім-ау, түнделетіп қайдан жүрсің? Шешінші, шаршап келген шығарсың. Азық бетіпсің ғой жарығым-ау. Денің сау ма әйтеуір? Сау, апа, аздап шаршағандық шығар. Іштен кебісін сүйретіп әкеш шықты. Жеті түнде жау қуды ма? Не боп қалды? Жай, бағана сіз мылтықты алуды ұмытып кетіпсіз, соны әкеп берейін деп, оқ дәрісінде алып қойып едім. Оны қайтпексің? Қай малымды қасқыр шауып жатыр? Атпасаңыз да үйде тұрар қос ауыз, қазір әкелейін. Есіркеп сыртқа шығып кетті де, кабинадан мылтықты алып қайта келді. Міне, су жаңа, мақта тығып қойсаңыз ұңғысының ішінен тот баспайды. Есіркеп қос ауызды төрге апарып іліп қойды. Ал мен қайтайын енді, азанда ерте тұрып, Байырқұмға жүремін. Қолыным аутым болмаса бір күн жатып кетсеңші, тіршілік деген бітпейді дейсің бе, әдіре қалғыр. Болмайды апа, үкіметтің жұмысы ғой, ұят болады. Міне, өстеді бұлар. Бүйтіп келгенше келмей-ақ қойсаңдар етті. Не тойған емес, не қойған емес. Бағана бір кемпір қауын әкеп қойып ем, соны өз қолыңмен жарып жеп кетші. Одан да ала кетейін апа. Мен арысқа жеткенше таң сыз беріп те қалар. Тақ келем ғой, бүрсі күні осы колхозға жәрдемшілер әкелем. Сонда бір күн жатып, пайкел аралап, қалаған қауымды өзім алып жеймін. Нұраш, Тұраш, аппақтар ұйықтап жатыр екен ғой. Ояна қоймайды бұзықтар. Есіркеп монтиып ұйықтап жатқан үшеуінің бетінен кезек-кезек сүйді. Ойбай жаман, деді ішінен Шөмішбай. Саған бауыр не керек екен десеңші? Есіркеп соңынан әкеш шешесін тізілтіп, кемпір қауынды қолтықтап сыртқа шықты. Сабырлы қалпынан тая қоймаған Шөмішбай галошын сүйретіп босағаны соң аттады. Есіркеп машинасын оталдырып болған соң, қуатты бүрсігіні келгенде ала келем, деді екеуіне бірде қарап. Мүмкін Зергүлде бірге келіп, 2-3 күн жатып кетер. Не қыл дейді, қуат жанды ма? Деді екеуі де қосарланып. Я. Кабинаның есігі сарт жабылып, машина орнынан қозғала берді. Мынау жынды ме? Не деп кетті өзі?
Құлыным-ау, күн ыстықта шықпаңдар, күн ыстықта, кешкі салқынмен шығыңдар, деп айқайлады Салиха. Мақұл апа, мақұл. Екеуі де қақпа аузында машинаның қызыл жарығы көрінбей кеткенше қарап тұрды. Күнім-ау, әншейін, бір кесе айран да ішпеді-ау. Сен шал бүлдіріп келгенсің ғой баланы түн ішінде әбігерге салып. Ертең ертемен сонау Байырқұмға жүреді екен тағы. Құдай өзің жар бола гөр әйтеуір. Жол жөнекей бірдеңе ұрынып қалмаса жарар еді. Өшір үніңді, деді Шөмішбай үйге қарай қозғала беріп. Жақсы сөз жарым ырыс, сұңқылдап қайдағын айтып тұрғанын қараш. Одан да ана бесікті дайындап қой. Келіп қалған кезде шала білінбексің бе тағы? Иә, сөйтейін. Сәлден соң таңдатты. Бүгінгі ұйқы бәрібір ұйқы болмас. Сол түнді екеуі де ұйқысыз өткізді. Әңгіменің қара шаңырақ аталуы тегін емес. Бір әулеттің ұйтқысыз Шөмішбай қарт балаларының бір-бірімен бауырмал болып, жанашыр болғанын қалады. Қария немерелерінің өзара жат болып кетуінен қорықты. Ата мен әженің рөлін қоғамға танытқысы келді. Қазақ дәстүрін ұмыттырмау үшін шыр-пыр болған кейіпкер қоғамымыздың қарттарына үлгі болмақ. Оқырман қауым, ата-ана қарттарымызды құрмет тұтайық.